мынау Қазақстан жерінен біздің қандастарымызды, туыстарымызды мен осы бүгінгі тақырыпқа байланысты біраз қазақ елінің тарихына байланысты көп мәселелерді қозғайық деп отырмыз. Бірақ бірінші мәселе болғаннан кейін енді біздің ата-бабаларымыз қалай болды, қандай әдет-ғұрыптарды сақтап қалдық, қандай асыл қазына қалды бізде, сол туралы мен кішкене ой бөліссем ба деп ойлап едім. Бәріңізге де жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Осы біздің рухымыз әрқашанда жоғарылай берсін, жастарымыз өсе берсін. Тек қана елімізде жақсылық, барлық, байлық болсын. Қазақ жері туралы, біздің ата-бабаларымыз туралы айтқан кезде, біз ерте кезден бастап, қазір ғылымда кенгильянство деп айтып жатады, ол көк тәңірі. Одан кейін аспанда көк тәңірі, астымызда қара жер деп айтады ғой. Сонда көк тәңірі жерде ұмай ана дейді. Табынған кезде солай табынған болатын біздің ата-бабаларымыз. Менің ойымша қазіргі кезде де көптеген біздің қазақтың тіпті интеллигенциясының өзі де осы көк тәңірін ұмытқан жоқ. Ұмай атаны ұмытқан жоқ. Қанша жылдар өтсе де, ғасырлар өтсе де, біз әрқашанда олар туралы айтып отырамыз. Ал енді бізді айналамызды қоршаған болмыс. Болмыстың ішіне табиғатта кіреді, адамда кіреді, бәрі кіреді. Бұл болмыстың өзі қаншама рет өзгерді. Бұл қай бағытта өзгеріп жатыр? Оны кім өзгертіп жатыр болмысты? Яғни болмыс дегенде бізді қоршаған ортаны, табиғатты айтатын болсақ, ал енді сол қоршаған ортаға, табиғатқа нәр беріп, күш кіргізіп, сән беріп отырған ол адамдар. Ал енді адамдардың өздері қалай соның бәрін жандандырып жатыр? Себебі ұлы сөз бар, рух деген. Рух тек адамда ғана болады. Рухы бар адамдар ғана өзінің елін, жерін жоғары өрлетіп, байытып, жөндегісі келеді. Ал енді ертедегі мынау жазбада көбіне біз күлтегінді көп айтамыз. Күлтегін жазбасында біздің ата-бабаларымыздың өмір туралы жақсы жазылған. Ал енді сол күлтегіннің авторы, геолог, қаншама еңбек етіп, соны бізге қалдырды. Неге Евразия университетінің дәл ортасында, төрінде деп айтуға болады, сол күлтегіннің тасы тұр, жазылған тас. Себебі ерте кездегі қағандар, басқарып отырған қағандар, олар айтады екен, еш уақытта өшпейтін болу үшін мен сөзімді, өзімнің ойымды болашаққа тасқа жазып қалдырам деп. Тасты қашап, өзінің болашаққа деген ойларын қалдырып отырған. Оны қалай түсінуге болады? Әрине, жазбаша да, тасқа жазылған болса да, ол біздің тарихымыз. Тарихымыз, соған қарап біздің жастарымыз, яғни бұрын қалай болған, болашақта қалай болу керек дегендей мәселелерді көтереді. Кезінде бірнеше қағандар басқарған. Ол енді ерте кездердегі басқарған қағандар. Ал кейін феодализм дәуірі бастала бастағанда, әсіресе ислам діні өмірге келе бастағанда,
мынау біз ғана емес, Орта Азия елі, оның ішінде қазақтар да кіре бастағанда, сол кезде қазақтар, өзбектер, қырғыздар, башқұрттар, осылай бірнеше халықтың бастама топтары басталды. Кейін солардың дами отырып, солардың орнында мемлекеттер пайда болды. Біз енді қуаныштымыз. Оның бәрі өзінше, әрқайсысы өзінше тарих. Ал енді бізге қызық мынау қазақ мемлекеті. Қазір Қазақстан деп жүр. 1992 жылы мен Мәскеуден докторлық диссертацияны қорғап, Қазақстанға келгенде мені Анкара университетіне шақырды. Мен айтайын дегенім, 92 жылы сол Түркияға барған кезде, ол кезде бірден Анкараға самолет ұшпайды. Сол қарсы алды бізді, қарсы алып Анкараға алып барды. Менің таңғалғаным, көбісі маған сіз қайдан келдіңіз деді. Мен Қазақстаннан дедім, қазақ жерінен дедім. Сонда біріншісі мен таңғалғаным, бірінші сұрақтары. Ол қайда, қай жерде орналасқан деді. Бұл 92 жыл. Сол 92 жылы мен өзім таңғалдым. Қалайша бұлар білмейді деп. Ауғанстанды біледі, Ауғанстанның қай жағында дейді. Сонда Ауғанстанның жанында ма деп сұрап жатыр. Әрине, өкініштісі, ол кезде біз жеке мемлекет болған жоқпыз. СССР-дің құрамында болдық, мүмкін содан кейін білмеулері. Соныменен мен бұлай түсіндірдім, ең соңында СССР-дің құрамында екенін түсінді де қойды. Ал кейіннен мен сол жерде лекция оқыдым студенттеріне. Кейіннен олар мені қайтадан сол Турцияға шақырды, Анкара университетіне. Бірақ мен кафедра меңгерушісі болып жұмыс жасап отырдым да, қол астымда 54 мұғалім менің қол астымда жұмыс жасады. Мен жас кезім ол. Бүкіл кафедраны тастап, кетіп қалып, онысы социология жаңа ғана дамып жатыр. Оны дамыту керек болды, кітап жоқ. Сонымен бірінші оқулықтары әлеуметтанудың менің басқаруыммен, менің ұйымдастыруыммен, біразын өзім жеке жаздым. 25 оқу құралы дайындалды. Сол бастама кездің өзінде. Күні-түні жазып дайындадық. Енді бұны мен неге айтып отырмын? Біздің қазақ жеріне қай саладан болсын ғылымның, сол ғылымның салалары керек. Жақсы ғылымды меңгерген адамдар керек. Неге жастар шетелге қай жерде оқыды, сол жерге қайтадан кетіп жатыр? Бұл Қазақстан үшін үлкен сұрақ. Менің есіме, мен Мәскеуде МГУ-да докторантурада оқып жүрген кезімде Жапон елінен үлкен делегация келді. Солармен кездесу болды. Сонда Жапон елінің делегациясын басқарып келген адам былай деді: біз қаншама жыл болды шетелге адамдарды жіберіп жатырмыз. Бірақ жібергенде біз мынандай жағдайға көңіл аударамыз деді. Ең бірінші, ол баратын адам, жас адам, жапон тілін жақсы білуі керек, өзінің тілін. Жапон тарихын жақсы білуі керек. Жапонның әдет-ғұрпын жақсы білуі керек. Біз осыдан емтихан аламыз деді. Ал одан кейін, алырды шет тілін қай елге барасын, сол елден сон үйреніп аласын. Тілін білуің керек. Сол барған елдің әдет-ғұрпын білуің керек. Барған елдің тарихын білуің керек. Осылай айтып жібереміз деді.
Одан кейін барғанда сол өзіңнің бірге оқыған достарыңның ішінен көбірек дос табуға тырысыңдар. Себебі олар оқып бітіргеннен кейін елдеріне кетеді. Ал сен де бізге келесің оқуды, сендер де бізге келесіңдер оқуды бітіріп. Сол кезде бірге оқыған достарыңмен хабарласып, мүмкін кейін ол премьер-министр болар, мүмкін ол президент болар, мүмкін бір саланы басқарар әйтеуір. Сол кезде сенің сол елде сенің танысың бар деген сөз дейді. Қандай Жапон елі өте жақсы осындай алдына қойған мақсат. Ол адамдар, жастар оқып бітіріп келгеннен кейін олар өздерінің пікірлерін жазып, қаншада мен танысты. Қалай әдет ғұрпы қандай осы барған елдің, солардың бәрін жазып, соны қалдырып отырады, бізде деп сөйлейді. Осы мәселені мен кезінде оқу министрлігінің басшысына айттым. Бірақ енді министрлер өкінішке орай бірі кетеді, бірі келіп жатыр. Айтылған, мен ойым айтылған министр, ол жұмыстан кетті, басқа министр келді. Енді оның бәрін барып айта бермейсің ғой. Дегенмен де осы қай жерде болса да мен осы туралы айтып жүрмін. Ал енді бірақ біздің қазақ мемлекеті бұрынғы уақытпен салыстырғанда көп алға озды. Мысалы, мен Мәскеуде жүргенде өте көптеген мынау Өзбекстаннан келіп жатқан, Қырғызстаннан келген, Монғолиядан келген өте көп енді қазақтармен кездестім. Қырғыздары бар, монғолдары бар, өзбектері бар, татарлары бар, башқұрттары бар, көп енді. Ал бірақ соның ішінде мен таңғалғаным қазақтар, олар да келді. Біз бәріміз бірге оқыдық. Қазір енді бізде әрине қанатты әлі кең жая алмай жатыр. Біздің қазақ интеллигенциясы жастарға көп үлгі көрсетіп жатыр, дамытып жатыр. Мысалы, мен қызмет жасайтын Еуразия университетінде қаншама әр ғылым саласынан күшті біздің ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Енді менің келгеніме осы Еуразия университетіне 4 жылдай мен жұмыс істеп жүрмін, бірақ 2 жыл болды түбегейлі ауысқаныма. Маған өте ұнайды, себебі әрбір ғалым өзінің отанына деген жүрегін береді, оқытады. Одан кейін мынау шетелдерден келген, мысалы менің қолымда Қытайдан келген қазақ балалары көп оқыды, Монғолиядан келген қазақ балалары көп оқыды, Өзбекстаннан келген қазақ балалары. Бір мәселені қозғайын деп отырмын. Ол, мен мынау Қазақ гуманитарлық заң университетінде проректор болып отырғам. Сол кезде бір топ адам менің кабинетіме кірді. Бәрі бір Қытайдың баласын Еуразия университетіне түсем деп келген, сөйтсе біздің университетті көріп, жоқ, мен мына университетке түсем деп жаңағы бала тұрып алған. Сол мен онымен қай тілде сөйлесемді білмедім. Ол қытайша жақсы біледі, ағылшынша жақсы біледі, ал енді қазақша түк білмейді, орысша да білмейді. Бізде сабақ қазақша, орысша жүреді, мысалы. Сонда мен, сен Еуразия университетіне бар, ол жерде бәрі сонда оқып жатыр. Анау бала көзі жасаурап, менің әкемнің әкесінің арманы осы Қазақстанда, мен Қазақстанда оқуым керек еді, соны армандаған болатын. Мен сол арманын, ал әкемнің әкесі қайтыс болып кетті. Мен сол әкемнің әкесінің арманын орындайын деп келіп едім. Мені қабылдаңыз. Ол
ағылшынша сөйлептір. Біздің мұғалімдер қытайша ешкім білмейді, оны бәрімізге аударып жатыр. Сондағы айтқан Қытай баласының менің риза болғаным былай деді. Мен бірінші семестрді қазақшаны оқып, сізге кеп декабрь айында қазақша сөйлесем деп сөйледі. Ал жылдың аяғында мен сізбен орысша сөйлесем. Маған сеніңіз. Қазақшада, орысшада мен үйреніп шығам. Себебі мен әкемнің әкесінің айтқанын орындауым керек. Оны орындайтын мен ғана, мені қабылдаңыз дегенде, мен бірден жаңағы баланы өзімізге қабылдаттым. Енді сөздің қорытындысына келгенде, бірінші семестр жақындап қалғанда, декабрь айының басында, жаңағы бала менің кабинетіме кіріп, апай сәлеметсіз бе дегенде, мен сондай риза болдым. Мен жақсы оқып жүрмін деді. Енді көп нәрсе білмейді, бірақ біраз қазақтың сөзін қыны қы деп, ғыны ғы деп айтқанына мен сондай риза болдым. Анау группаластары үйреткен ғой. Ал енді жылдың аяғында келіп, жаңағы бала менімен орысша сөйлесті. Егер де шет елден келген шет елдің балалары солай әкелерінің армандарын, аталарының армандарын орындаймын деп келіп отырса, оқуға түскісі келсе, неге оларды қолдамасқа? Одан кейін де бізде біраз бала сол Ресейден келіп оқыған балалар бар бізде. Бәрінде мен өзім қолымнан келгенше соларды оқуға түсіруге тырыстым. Бұл енді шеттен келген балаға біздің көмектескеніміз. Бірақ маған сондай ұнағаны жаңағы баланың айтқан сөзі. Атамның арманын орындаймын дегені менің жүрегімді толқытты. Біздің шетелде қаншама бауырластарымыз, қандастарымыз жүріп жатыр. Осылай аталарының сөздерін, немесе өзінің қазіргі әкелерінің сөздерін іске асырғысы келіп жатқан. Егер де ондай балалар болса, мен тек қана оларға тілектеспін, қолдаймыз. Себебі ата арманын, ата тілегін, әке тілегін, ана тілегін әрқашанда орындау керек. Мен бәріне де сол тілектеріңіздің іске асуына тілектеспін. Енді тағы да қазақ еліне келейік. Жаңа мен рух деген сөзді айттым. Сіз де байқадыңыздар. Рухы бар халық қана алға қарай өрлей алады. Рухы бар жас қана барлық қиыншылықтан өте алады. Себебі осы рух туралы бізге кезінде Ұлы Отан соғысына қатынасқан, тарихтан берген бір ағайымыз лекция оқып, ол тіпті мүмкін тақырыпқа жатпағанда шығар, бір лекциясын осы рух туралы айтып беріп еді. Сол ағайымыздың сөзі менің жадымда қалған. Ол жастардың әрқашанда ойында қалады. Сондықтан рухы бар адам ғана өсе алады. Рух дегеніміз не? Баста сана, көкіректе рух. Рух дегеніміз ерлік. Рух дегеніміз ештеңеден қорықпай алға жылжу. Рух дегеніміз өз отаны деген сүйіспеншілік. Рухы бар адам ғана өрлей алады. Рухы бар халық қана алға қарай өрлейді. Осыны еш уақытта ұмытпауымыз керек. Сондықтан біздің Қазақстанның алға қарай жылжып отырғанына міне 30 жылдай болып отыр. Өзі тәуелсіздікті алып, жеке ел болып отырғаны. Осы жағдайда мен тағы да есіме, мына Израильда болғанда, сонда бір жағдай есіме түсті. Мен онда да ол жерде де болдым, еңбек етіп. Сол кезде бір қателік, мен жазған жұмысым жөндеген қателік емес, уақытында бітіре алмай қалды. Жаңағы біз енді лаборант дейді, секретаршы дейді, жаңағы жұмысын тапсырған адам уақытында бітіре алмай қалды. Сонда бір сөзі менің есімнен кетпейді.
былай деді: Қанапия Габдуловна, біздің Израиль мемлекетінің тәуелсіздік алғанына 60 жыл ғана болды. Біздің ел жас, бізде әлі кемшіліктер көп. Кешірім өтінем, қайта ағылшынша кешірімді сұрай берді. Мен сол кезде ойландым. Ол кезде біздің қазақ еліне 24 жыл ғана болған. Бұдан 6 жыл бұрын болған жағдай бұл. Сонда ойладым, ойпырмай, мыналар 60 жыл ғана болды тәуелсіздігімізге деп сөйлеп отыр. Ал бізге 24 жыл ғана болды. Бізде қаншама кемшіліктер бар деген ой келді. Біз олардың бәрін қашан жеңе аламыз дегендей. Сондықтан мен біздің қазақ халқының, қазақ жастарының барлық қиыншылықты жеңе алатынына сенімім мол. Анау аудиторияға мен лекцияға кірген кезде айта берейік па? Енді ақырындап. Керек емес жерін алып тастайсыңдар. Сол студенттердің көзіне қараған кезде жайнап отырған, жанып отырған студентті көргенде мен сондай риза болам. Ұйықтап отырғанын көргенде жүрегім ауырады. Сол көзі жанып, ары қарай білгісі келіп отырған жас солардан әрине рух та бар, болашақ та солардың қолында, көп нәрсені жөндейтін солар. Мен енді біздің еліміздің тәуелсіз болғанына 30 жыл ғана болды. Біздің еліміз 30 жыл ғана емес. Енді барлық өзіміздің қазақтарды да, мынау қандастарымызды да, шетелдегі бәріңізді де мынау біздің қазақ елінің биылғы 30 жылдығымен бәріңді құттықтаймын. Жеңістен жеңіске жете беріңіздер, жақсылық болсын. Ал енді біздің еліміз 30 жыл ғана емес, 50 жыл, ғасырға дейін, бірнеше ғасырға дейін осылай тәуелсіз болып тұра берсін. Ол үшін еш уақытта біздің рухымыз өшпесін, әрқашанда жастарымыз алда болсын. Бәріңізге жақсылық тілеймін.